Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Қазақ тілін қысқа мерзімде тиімді тәсілдер арқылы үйренгіңіз келе ме? Ендеше біздің арнамызға қосылыңыздар. Бүгінгі сабақта қазақ тілінде танысуды, сұрақтарға жауап беруді және де қоштасуды үйренетін боламыз. Олай болса, сабағымызды тыңдалым әрекетінен бастайық. Диалогты мұқият тыңдаңыздар. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Кешіріңіз, сізбен танысуға бола ма? Әрине, менің атым Айнұр. Танысқаныма қуаныштымын. Менің атым Мөлдір. Сіз осы үйде тұрасыз ба? Иә. Керемет, мен де осы үйде тұрамын. Тамаша, ендеше кездескенше. Сау болыңыз. Жаңа сөздерді меңгеру үшін асты сызылған сөздерді орыс тіліне аударамыз. Сөздерді менімен бірге қайталаңыздар. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Қайырлы күн. Добрый день. Кешіріңіз. Извините. Менің атым, меня зовут. Танысқаныма қуаныштымын. Рад знакомству. Кездескенше. До встречи. Сау болыңыз. До свидания. Бірінші тапсырма, сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріңіз. Екінші тапсырма, бос орындарға қажетті сөздерді қойыңыздар. Келесі тапсырмада өзіңіз туралы мәліметті бос орындарға қойыңыз және де мәтінді дауыстап оқыңыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі танысу тақырыбын тыңдау, қайталау, оқу әрекеттері арқылы меңгере білдіңіздер деп ойлаймын. Сабақты міндетті түрде бірнеше рет қайталап көріңіз. Тапсырмаларды толықтай орындаңыз және де бүгінгі меңгерген сөздерді күнделікті өмірде пайдалануға тырысыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.